Бәріңе сәлем. Бүгін екінші видео. Элементті үйрететін болам. Өте бір қайтсымат. Бұның деңгейі өте жоғары. Оны жасау жалпы жеңіл. Қазір мен сіздерге өзім басымнан берген өткен кеңестерді айтатын болам. Бірінші кеңес ол әрине элементті өтірік болсын шын болсын барлық жерде бізде визуал деген бар. Көзге елестету. Сол көзіңізге елестетіңіз қалай жасау керек екенін шамамен. Содан кейін сізде шығады. Екінші кеңес жеңілден бастаймыз. Бірінші қараңыздар. Бірден былай қарай кетіп қалмаймыз. Олай денені бірден лақтыруға болмайды, ол сізге пайдасы жоқ. Мынаны жасау керек. Қолды аламыз. Сосын денені былай ұстаймыз. Денеміз дүп-түзу, қолымызда дүп-түзу болу керек. Былай бүкпейміз. Түсінікті деп ойлаймын. Бұны көрсеткен атаға рахмет айтамын. Келесі үшінші кеңес. Үш подходтан 5-5-тен өзіңіз қарай, ыңғайыңызға қарай құрып алсаңыз болады. Мен ұмытып қалыппын бұл жаттығуды. Жалпы өте қатты көмектеседі бізде. Келесі төртінші кеңеске көше берейік. Төртінші кеңесте бізде фаза болады бізде. Негативный фаза деген. Негативный фаза деген сөз кері қарай. Кеңес төртінші ма, бесінші ма? Сол кеңесте сіздерге қазір айтайын. Бұны шынымды айтайын 99% ұмытып кетеді. Бізде жалпы бұның механикасына, қозғалысына қарайтын болсақ, бірінші бізде денені көтереміз. Яғни біз денені үстіге қарай көтерген кезде өте көп күш кетеді. Сол себептен ары қарай тек қана ұстауға күш береді. Мен және көрсеткен барлық жаттығулар сіздердің денеңізді ұстап тұруға ғана көмектеседі. Ал денені көтеру үшін сізге кәдімгідей күш керек. Сол себептен біз осылай жасаймын. Сіздерге көрсетейін мен қалай жасайтынымды шамамен. Көрдіңіздер ма, мен аяғымды ашып ұстай аламын. Ары қарай жаттығу тағы да жасайтын болсам, және кеңестермен менің қолымнан келеді. Сіздер де істей аласыздар. Ең бастысы тағы да мен берген кеңестерді істеу керек. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше айтпақшы комментарийға жазыңыздар. Бастадық сіздің кеңесіңізбен деп. Сізбен бірге болған Дәуіт, сау болыңыздар. Сосын мен көп видеолардан көргем, қолды былай ұстау керек деген сияқты былай. Крутить етіп алу керек дейді, былай бұрап алу керек дейді. Білмеймін енді. Ол да кішкене әсер етеді шығар өйткені мынау бүйтіп алған кезде былай. Бүкіл денеңіз толықымен бүйтіп аласыз да былай. Сол себептен шығар. Бірақ жеке өзіме оған қатты мән бермеппін. Әсер етпей ме көреміз. Ең басты жәнегі денені фиксация ұстау, фиксацияға ұстамастан бұрын денеңізді былай көтеру. Соны үйреніп алсаңыз бітті, қалғаны жеңіл. Сізге бірнеше 2 айма жаттығу керек болады. Сосын ең бастысы базовый, турник, брусья, отжимания барлығын жасауыңыз керексіз болды.